сол кезде жанталасып кіріп алып отырып тесіктен кіріп сосын бірден жаңағы жұлдыз ойыншылар келген былай нагрузка болып кеткен жақпайын да. Алтайға сәттілік, Елімайға жеңіс тілеймін деген сияқты ғой ол жерде. Тобылдық сияқты бірдеңе салысатын шығар манеж деп. Сөйтсем ол құрметті көрермендер, жалпы өзің Қазақстанда осы елде жұртта осы жасап жатқан дүниені қолдау керек па деп ойлаймын. Аяқ тартқыламай көрсін, бұл кез келген ойыншының тағдыры тренердің қолында болады. Ең алғашқы мұхиттың ар жағынан легионер алып келген осы Елімай болатын. Армысыздар, ассалаумағалейкум барша Юбет YouTube арнасының көрермендері. Жалпы бүгінгі подкастымыз өте бір ерекше шығарылым болғалы тұр. Өйткені бүгін спорт комментаторы да, барлық спорт айналасында жүрген мамандар емес, жанкүйерлер тарапынан шақырып отырмыз студиямызға. Осының алдында да білесіздер, біз уәде еткенбіз, сол әр аймақтан бір жанкүйерден шақырамыз. Сол қаланың тыныс тіршілігін, ол футбол қалай дамып жатыр, ол қалада инфрақұрылым бар ма, соның барлығын сол қалада жүрген жанкүйерден, маманнан сұраймыз деп айтқан болатынбыз. Мінекей соның кезегі келіп отыр. Бүгін студиямызда Рауан, Серікхан, Рауан, Рафа деп тайды негізінен. Қош келдің, Рафа. Айтпақшы, жейдесінен көріп отырсыздар, Абай облысы және де Елімай қайтадан құрылған демей қойшы. Елімай өткені баяғыдан тарихы бар, 3 рет Қазақстанның чемпионы ғой енді. Жаңданып жатқан Реал деппін ғой, кеше чемпиондар лигасы болды. Жанданып жатқан Елімай клубының тыныс тіршілігі дейсің ғой. Иә, қош келдіңіз. Кешегісінен бүгінгі деген сияқты ма? Қош келдіңіз. Подкастта көргеніме қуаныштымын. Рахмет. Сізді білем, біршама жерлерде жан айқайын айтып жүрсіз. Елімай жоқ кезінде де Семейге футбол керек деп атой салған, жоғары жаққа да біраз жаздыңыздар. Қазір өзіңіздің YouTube каналыңыз бар. Қандай Реал Елімай фан деп аштық әзірге. Аяқ асты ашылып айтыр, аяқ асты нетіп кеткен дүние ғой. Қош келдіңіз енді студиямызға. Иә, рахмет. Алдымен шақырып осылай ниеттеніп келіп қалдық. Енді жалпы Елімайдың кешегісінен бастасақ, біздің енді қаламызда футбол тойы үлкен дүмпу басталды осы 1-2 жыл қатарында. Әйтпесе біз әбден футболдан тұралап, өзі кімге өкпемізді айтатын адам қалмай, әбден бітібек. Енді міне бұйырса міне үлкен футбол премьер лигаға міне келіп жатырмыз. Ал премьер лигаға дейін бізде осы соңғы матч осы 2014 жылы Спартактың кезінде болыпты. Енді ол үлкен футболдың болмағанына, яғни таза 10 жыл болды. Ойлаңызшы, енді екінші лигада Алтай, негізі Алтайды да артық айтуға болмайды. Алтай деген жоба құрылды ғой жалпы. Сол кезде біз енді облыс болмағаннан кейін Өскеменнің қарамағына қарап тұрғаннан кейін еріксіз кез келген нәрсеге көнуге тура келді шыны керек. Алдай қазір жеке облыс болып әйтеуір бір бүйіріміз шығып. Бірақ енді ол Алтай болған кезде де Алтай біресе 1 жыл Өскеменде болды. Біресе Семейдің командасы деді. Әйтеуір өзі Өскемендікі стадион Семейде болды ма әйтеуір. Ол Алтайдың жобасы сол жылы бірінші лиганың чемпионы болып, келесі жылында 1-ші орын алып, Еврокубокқа шығу болды. Бірақ ол бастады, тастады деген сияқты басы бір аяқ жоқ болып қалған үлкен жоба болды ғой. Енді ол Алтайға да біз футбольный город дейміз ғой, сондықтан қала футболмен тыныстағандықтан біз стадионды бос қалып қою, келмей қалу деген бір мәселе туындамайды. 2-ші лиганың өзінде 6000 адам баратын Алтайға, бір рекорд жаңартқаны бар. Нақты санын білмеймін. Бірақ өзі ол түгіл ғой, 2-ші лигада ойнап жүргенде, 2020-да ковид кезінде адам кіргізбей қойды ғой. Сол кезде жанталасып кіріп алып отырып, тесіктен кіріп, жыртың қарап, 15 минуттай қуып шығады сонымен. Ондай да кезеңде болған. Бізде футбол деген өзім білмеймін, біраз уақытымда футболға арнадым шыны керек. Футболмен тыныстаймын, футболдан дем аламын, футболмен рахаттанамын, елдер курортқа кетеді, анда кетеді, мында кетеді, соны бір демалыс көреді ғой. Жоқ, біздің футбол кәдімгі матч көру, мен ләззат алу, шіркін ай Ақтөбеге барса ғой деймін, Ақтөбенің футболын көрсе ғой деп армандап жүрген адаммын ғой мен негізі. Сол кезең міне біздің Семейден енді басталды дүмпу. Міне Елімай құрылды, 1-ші лиганы міне шыққанда кедергісіз. Ол дұрыс. Енді футболдың отаны ретінде, футболдың отанының құрметі ретінде 1-ші лигада ойнатты. Ол да енді ешқандай айып емес па деп ойлаймын. Бірақ енді көп наразы бар ғой енді, неге 1-ші лигада бастады. Өз балаңдай болмайды дейтін сияқты. Енді ол Алтай деген ол Өскеменнің командасы. Қазір де Өскеменге беріп 2-ші лигада өнер көрсетіп жатыр. Бірақ енді Алтайға сәттілік, Елімайға жеңіс тілеймін деген сияқты ғой ол жерде. Қазір енді
былай Алтайдың ойындарын бақылап қарап отырасыз ба негізінен? Қанша дегенмен енді бір 10 жылдан артық, енді 10 жыл. Алтай енді бәрібір біздің бір бауырымыздан шыққан сияқты, туысқан команда сияқты. Өйткені Алтайда мысалы былтыр ойнаған Елімайдың 3-4 игрогі Әлібек Жәрдем, Бақытжан Маликов, Досжан Кенжеғұл, еді Айдын Металов та сонда ойнады, қателеспесем. Сол сияқты ойыншылар сонда жүр. Енді ол дұрыс қой, енді бару керек жігіттер. Өйткені қазір премьер лигаға шыққаннан кейін Андрей Карповичке келіп, біз легионерға аптап, конкуренция деген страшно, ортада Майкон, Корнеттер. Осы сөзіңіз аузыңызда андай болған жоқ па? Мысалға 10 жыл футбол жоқ, тек екінші лига, әрі кетсе патологы бірінші лига көрдіңіздер. Сосын команда аяқ астынан құрылып, жаңа Уранхаев келгеннен кейін басталып отыр. Енді барлық құрылып, сосын бірден Карповичті алып, сосын бірден жаңағы жұлдыз ойыншылар келген, былай нагрузка болып кеткен жоқ па енді? Шок алып бір шок болған жоқсыздар ма? Аттарын отқаған жоқсыздар ма дейсің ғой. Бұл негізі 90-шы жылдары біз бұндай дүниеге үйренгенбіз. Ең алғашқы мұхиттың ар жағынан легионер алып келген осы Елімай болатын. Оны біле, тарихта бар ғой. Сондықтан бұл 90-шы жылғы үрдіс бұл қайттан бұрқ ете қалды. Бұл еще заңдылық па деп ойлаймын, бұл бұрқ ете қалуы. Сондықтан біздің жанкүйерлер үйренген. Бұл кез келген жұлдыз келсе де қарсы алуға, қалай жанкүйерлік ету мәдениеті, атомный сектордың жігіттеріне риза боламын бар ғой. Қаншама уақыттар. Фан сектор бар қазір. Иә, фан сектор сол бұрынғы сектор, соны жаңғыртып, кішкене ұрпақ алмас жатыр ол жерде. Жастар келіп, үлкендер жағы қолдау көрсетіп жатыр сол жерде. Кезінде ол дүркіреген фан сектор болатын, шыны керек. Сол жігіттердің де уақыт сарп ету, қазіргі мына тіршіліктің заманында, ол да футболға деген махаббат, футболға деген шексіз дүние ғой. Тағы Ақтөбеге қараймыз, бой түзейміз, шыны керек Ақтөбеге. Амангелді ағаның мына сөзімен жүрегіме әбден жылы тиеді бар ғой. Қазақстанда футбол бар ма, оның деңгейі қаншалық десең, сен Ақтөбеге барып ізде дейді ғой. Ақтөбеден көр дейді. Сондықтан сол дүниені біз қолға алсақ, осы жігіттерге ризамын. Енді жарайды, премьер лига басталды қазір. Құрам деген қазір арқырап тұр. Әлі бірақ бір өкінішті стадионда ремонт жұмыстарына байланысты өтпей жатыр. 28 ма қателеспесем Ордабасымен үлкен матч болды. Өз Семейде ойнайды. Иә, Семейде ойнаймыз. Павлодарға бір-екі рет барды, енді ол қашан бара береді. Енді ол былай айтқым келеді, негізінен Елімай енді шығып жатқан команда болғандықтан оның ешқандай айыбы жоқ. Өйткені Астанада жеңіс те барлық енді көп команда қазір стадионсыз жүр ғой, сондықтан да ол қалыпты дүние. Одан не трагедия сонда қажет емес. Сосын жаңағы стадион ұнайды өзімізге. Әдемі стадион, Семейдегі. Дұрыс стадион күтсе. Өткенде жаңа Қайсардың бір-екі футболшымен сөйлесіп отырсам айтады да, Семейдің полиясы, Семейге барған кезде демаласын дейді, дәл орталық стадион сияқты, ана жерде жаттығуда жүрген шөптің иісі шығып тұрады дейді, судың иісі кәдімгідей бұрқырап, футбол ойнауға деген жаңа құлшынысын арттырып тұрады. Ол шөп еще өзіміздің Семейдің сыртында Озерка деген жер, естуім бойынша сол жерде өсірген екен. Содан алып келген. Соны алып келген ғой, қалыптастырып. Негізі газон өте жоғары деңгейде. Семейде агроном мықты ма сонда? Мен білмеймін, аса қатты бір маман, үлкен бір агроном жоқ ғой. Көп жүрген. Бұрын бір сол кеңес одағынан қалған бір білетін, білікті бір маман бар ма деп ойлаймын. Сол ұқсатып отқан шығар. Әйтпесе анандай жаз кезінде жайқалып тұрады. Өсіру мүмкін емес нәрсе ғой, өте керек. Ол өте жауапты, ақшаға келіп тірелетін дүние. Енді ол жарайды. Жалпы Семейдің біз енді көп мынандай сұрақ кетіп жатыр. Елімай чемпион, Елімай енді кез келген нәрсеге шынайы көзқараспен қарау керек қой. Мен енді өзім клубтың жанашыры ретінде айтатын болсам, Елімай биыл чемпиондыққа келмейді ол, шыны керек ол. Үздік төрттіктен көрінсек, бізге ол керемет жетістік ол. Ақтөбе, Ордабасы, Қайраттар тұр, Астанада арқырап тұрған кезде, солардың теке тіресіп үздік төрттіктен көрінсек, біздің ең үлкен жетістігіміз биыл сол деп ойлаймын. Шыны керек, конференция кубогіне барып жатсақ, ол деген жаңалық. Облыс әкімінің демеуімен болып жатқан дүниелер бұл негізі айналып келгенде. Жоқ, осы Елімайдың ұнап жатқаны, құрыла салып, андай жаңағы маркетинг жағы, пиар, құрылым, медиа, андай Краснодарды есіме салады менің. Сонда қазір Семейден қателеспесем стадион салып жатыр Тимур Турлов. Краснодар деген. Ол жай стадион емес. Кәдімгі біз УТС-қа баратын, Түркияға барады ғой бізде УТС-қа. Бұйырса бармаймыз дегенсіз бе? Мүмкін сол жер дайындап жатыр. Мен басында салынған деген кезде ойлағам, жай бір тобылдық сияқты бірдеңе салсат шығар манеж деп. Сөйтсем, ол құрметті көрермендер, ол кәдімгідей үлкен, соның жанында 5 жұлдызды қонақ үйі бар, астында паркеті бар, жаңағы жаттығатын 2-3 алаңы бар, сондай жер екен ғой. Тамаша паркі бар депесіз. Иә, керемет. Бұл үлкен жақсы дүние. Бір жағынан бұл Семейдің футболдың отаны болғандықтан бұл заңдылық деп ойлаймын. Бұл мың жерден тартыласақ та бұл заңдылық, қаншама
25 жыл облыс алмай жүрген кезде сен ойлашы, қазір білдей бір қаланы апарып бір қалаға тығып тастасаң бар ғой, футбол құриды, құрмақ түгілі адамның өзі құри бастайды ол кезде. Сондықтан ол керек дүние. Және де неме айтады? Стадион жаңа құрылыс. Иә, ол жеке Тимур Турловтың бастамасымен жеке құрылады ол стадион. Және де облыс әкімінің өзі футболдың адам болғандықтан облыс әкімінің қолдауымен бұрынғы Пищевик деген жер бар ғой, сол жерге Елімай арена деп үлкен сон басталса екен деп тұрмын құрылысы. Осы әкім тұрған кезде әкім қолы бар да, сол жерде трактор жүріп бастайды ғой, бізде Қызылордада бір КамАЗбен трактор бастайтын ба? Иә, сол трактор жүрсе осы қуанып сол жерге бір барып қайтатын. Енді сол күнге жетейік. Шыны керек. Пищевик әдемі стадион, Ертістің жағасында орналасқан. Бұрын ол жерде Мұхтар Әуезов жаңағы аталарымыз доп тепкен алғашқы тарих сол жерден басталады. Тарихы деген семейдің емес, қазақ футболының тарихы сол жерден басталады. Анау енді қирап жатқан стадион, бірақ әр қирап жатқан қиыртасының астында үлкен тарих жатыр да, ол жерде керемет. Енді жаңарса деймін, Смақов та сол жерден дайындалып шықты. Иә, барлық енді ана жердің енді аңыз стадион ғой, былайша айтқанда. Салынсын дейміз, бүкіл Қазақстанға керек стадион. Қай қала болмаса да. Енді 6 ай болып құрылған кезде біраз жанкүйерлер ренішін білдірді, жоқ болып кетті. Оны біз қазір Ертіс пен Ақсу сияқты Ертіске келіп жүретін, команда шатастырып алды дейсің ғой. Ертіске келетін жоқ, шатастырғанда жек көреді. Ертіске мысалға Ақсуға бармайды Ертістің жанкүйерлері. Ертіс қайттан құрылды, өздері барады. Сол секілді мен де Елімайдың біраз енді жанкүйерлерін танимын ғой, өзім семейдікі болғаннан кейін көрдім, атмосферасын білемін жанкүйерлердің. Көп жанкүйерлер бармай қойған, жаңағы Алтай дегенге мүлдем қарсы болды. Өткенде Әділетті көрдім, мен Әділет деген жігіт бар, фан секторда болған. Сол жігітті көріп мен риза болдым. Елімайға қазір қайтадан ашылды. Сол қалай ол Алтайға сол кезде? Енді ол әркім өзінің немесіне байланысты ғой. Негізі бар ғой, футболды жақсы көргеннен кейін енді футбол көргің келеді да енді. Қандай футбол қалдамайсың. Сондықтан барасың да енді. Біз бардық енді, қай футбол болса да, бәрібір енді өзіміздің қаланың атынан шығады деп реттелгеннен кейін енді Астанада солай келді ғой, бірақ қазір бүкіл әскер сияқты жанкүйері бар ғой Астанада. Сол сияқты жасап алды ғой Алтайда кезінде. Болды жанкүйерлері. Бірақ дегенмен команда шатасқандай болды енді, шыны керек. Бірақ нақты семейде шығатын клуб керек болды. Ол да дұрыс айтып отыр, оның да пікір келісу болады. Енді әйтеуір жарайды, артта қалған дүниелер олар. Қазір міне клуб құрылды. Қазір менің пікірімде қазір Елімайға 1000 жерден жұлдыз алып келіп, қазірде Холландты алып келсе де, Мбаппені алып келіп қойса да, бізге ол маңызды емес. Бізге маңыздысы әзірге клуб, әдемі футбол жүре берсін. Бізге маңыздысы мына сол семейде жүрген мамандар айтты. Бізге ең маңыздысы жігіттер деді, осында тұрғанда айтты. Жігіттер деді, бізге маңыздысы мына Уранқайып, Нұрлан Телманұлы әкім болып тұрған кезде, ақыры футболды қолдап тұрған кезде, біз шыны керек стадионмен немені салып ретке келтіріп алайықшы. Біз ертеңгі ұрпаққа қалсыншы. Солар 10 жылдан кейін егер салынатын болса, бір 5 жылдың көлемінде, 4 жылдың көлемінде, қалған 5 жылда дайындалып шығатын болса, тағы да ұлттық құрамаға семейден ойыншылар бұрқ-бұрқ ете қалады. Литвиненко біздің енді Тараздың жігіті, Тараздан шықты негізі, бірақ семейде талай тер төкті ол. Литвиненко Литва деп семей жанкүйерлері 2000 жылдан бері масқара таниды ол. Осы семей жанкүйерлері тағы да Самат, Данияр Мұқанов, Андрей Карпович, олардың бәрі бір поколение, үлкен поколение. Сергей Бойченко шықты ғой бұрқ-бұрқ. Қайрат Албакиров деген болды. Қазір немеде? Борис Глушков, қазір Елімайдың. Сол ойыншыларды әлі айтады, семейде мысалы бір әр қаланың мысалы клубы болды ғой, Ертіс десе Фонсека дейді, Пизели десе Ақтөбе елестейді, сондай бір футболшылар бар негізі. Негізі Елімай дегенде Литва елестейді маған, шыны керек. Сол кісі еске кетсе ма бірден? Самат Смақов елестейді, бірақ Саматтың да Ақтөбеге де еңбегі зор болды ғой, 8 деген үлкен баннер жасатып кезінде. Самат көбісі білмейді, Ақтөбенікі екен деп ойлайды екен ғой көбісі. Сондай бар, иә? Жанкүйерлер Ақтөбенікі екен деп ойлайды екен, өйткені әбден сол клубқа 3 дүркін чемпион болды Ақтөбемен енді еңбек сіңді ғой енді. Иә, бар қазаққа ортақ болсын еді Самат. Сосын Алтайда бар қазаққа атаңыз Самат біздің атаңыз. Алтайда да енді ойнаған кім жаңағы футболшылар болды ғой, Дәурен Қайқыбасов дейтін шымкенттік жігіт. Дәурен деген жігітпен семейде жүргенде араластық. Өте қазір байқадым. Иә, әлі күнге дейін айтып жүрді. Ол екінші лиганың ең үздік шабуылшысы, екінші лиганың патологын қойып тастады, шыны керек ол негізі. Ол жігітпен қазір Инстаграм желісінде қалын білісіп нетіп тұрамыз. Қазір енді кәсіппен бар, жеке бір өзінің дүниесімен кетті, футболды тастап кетті. Енді көрдің бе, оңтүстікте ол жердегі конкуренция, ол жердегі балалар көп шығады негізі. Ол жерден бұрқ. Ол маған айтатын, барлық бала футболшы армандайтын, кәсіп деңгейге футболшы болу, ол өте қиынның қиыны негізі. Бұрқ ете қалу,
ол сол этаптан өткен бала негізі. Білмеймін енді карьера орта жолдан қиылып қалды, иә. Сол енді бірақ сол кетті. Алтай осы күнге дейін Алтай болып келді ғой, Елімай құрма. Сол кезге дейін жанкүйерлер стадионда сол Қайқыбасов сұрап отыратын. Дәурен Қайқыбасов қашан шығады? Жанкүйерлер орнына үздік бомбар деп жатады. Ол мысалы жоқ, сол шағын ғана уақытта бір жанкүйерлердің жүрегінен орын алып үлгерді ғой негізінен. Ол бақыты, футболшының бақыты сол ғой негізі. Сол енді мысалы Дәуренді де шығармай қойып, жаңағы бапкер атын айтпай қойып, бір семейге енді айтайын, иә, бапкер дегенде есіме түсті. Семейге біраз қастандық болған сияқты, Алтайды әдейі шығармау деген секілді. Өйткені ойнағысы келді. Нақты енді бірдеңе деп айту қиын, ол жердің кухнясына мен кірген жоқпын. Енді мынандай факті бар. Кез келген тренердің, кез келген ойыншының тағдыры тренердің қолында болады. Жаңадан тренер келеді ғой клубқа, сен игрок кер жоқсың дейді ғой. Бітті ана игрок аяқ асты амалсыз, далада қалып қалуы мүмкін да. Мүлдем сол жерден карьерасын аяқтауы мүмкін ғой. Көрдің ба? Дәурен соның құрбаны болды ма деп ойлаймын. Сол енді ол сұрадым, айтпақшы, мен есімде сұрағанда ол айтты, жоқ, басқа клубтар шақырған дейтін, жай клубтар. Бірақ мен ол жолды таңдамадым, өзімнің мына жақта жолым болды. Сонымен ақырын кете бердім. Әйтпесе ойнай берсем дейді. Былтыр ғана Алтынбек Төлеев досы ғой. Жақсы жігіт қой ол да. Ол да Алтайды талай. Иә, ол әлі күнге дейін ойнап жүр. Зарплаты қанша екенін білмеймін. Бірақ футбол енді өзі сол таңдап тұр ғой, былайша айтқанда. Жақсы, енді бұл Алтайдың мәселесін жабайық. Енді ол Елімай деген жерде Алтай жүру заңдылық. Мүлдем басқа Алтай болып, өскелең Алтай құрылды ғой. Ол заңдылық, өйткені эмблемасы да күшті екен. Иә, Семейде сол команда болды, жанкүйерлік кетті. Жанкүйерлер сондықтан да қазір жаңа командасы бар. Алтайдың қазір эмблемасы да өзгерді, басшылығы да өзгеріп жатыр. Иә. Жаңа Алтай. Енді ол Алтайға да сәттілік тілейміз. Премьер-лигаға оралсын. Премьер-лигамызда команда көп болса. Семей дерби болсын, иә, дерби болсын. Баяғыда дерби болды. Спартак Восток арасындағы дерби. Елімай Восток, иә. 10 мың адам отырады. Мен футбол алғаш стадионға келуім 2000 жыл Елімай Восток ойнады. 2002-де ма қателеспесем. Сол кезде 2-де ойнады. Шығыстық дерби болатын. Кәдімгідей берілмейтін. Біз Востокқа барып, былтыр ғана жай ғана екінші лиганың өзінде де біз Алтаймен ойнағанда барып қайттық қой. 0-0 ойнап қайттық қой. Сын андай сезім біз ана пабликтерге шығып кеткен екенбіз, ана өскеменнің пабликтері. Содан екінші таймда студенттер жан жақтан стадион біраз толып кетті сол кезде. Біздің жақта фанатный сектордан айғайлап. Енді дұрыс қой, футбол ояттық қой, зато футбол керек қой қос қалаға да. Енді Елімайдың Еуропа лигасына шығуға деген бір мен құптаймын, енді чемпиондығы енді ерте ма деп ойлаймын. Ойлаймын емес, ерте ғой, шыны керек, оны шынайы көзбен қарасақ, Еуропа лигасына шықсын, клуб конференцияға шыққанның өзінде де бірінші турға стадион жарамауы мүмкін, а екінші турға жарамайды, тағы проблема. Оданша анау саламыз деп тұрғаннан кейін сол аға көкелеп осы стадион салғызып алсақ, біз үлкен жаңалық, революция ғой, былайша айтқанда. Футболға революция, семей футболының революциясы сол болу керек. Мына жақта стадион, мына жақта базасы бар, 5 жұлдызды қонақ. Бәрі болды ғой. Онда 2 клуб құрып жүресің ғой бір қалада. Онда ақырын меценаттар нетіп, жеке меншікке қарай ауысып кету мәселесі қозғалып кетуі мүмкін, бәрі болса, иә. Керек, жанкүйер деген ол, мен ешқандай күмәнім жоқ. Былтырдың өзінде бірінші лигада рекордпен 6 мың, 5 мың лық бір жақ трибуна толып отырады, енді сыймағандар ар жаққа барады. Тұранмен тіпті 8,5 мың ба? Бірінші лиганың өзінде. Иә, Тұранмен өзі 7 мың жанкүйер келді. Ал енді Елімай құрылды, айтты, бірінші лигадан бастайды деді. Сол кезде шыныңыз айтыңызшы, андай не болған жоқ па? Ішіңізде бір осы әділетсіздік жоқ, өтірік-ау, осы болмайтын шығар мүмкін деген. Қашан бір турдың ортасына келгенше ондай бір сенімсіздік болған жоқ. Чемпион болмайды-ау бұлар деген сияқты. Иә, өтуі мүмкін емес. Осы уақытқа дейін нөмір айтып чемпион болып көрмеген. Осы уақытқа дейін айтып келді ғой, енді қаншама былай болатын болды. Футболды құрып жатқанда сол кезде дейсің ғой, иә. Бірден солай келіп, жоқ, мен сразу сендім. Мен Нұрлан Телманұлы негізі футболдың адамы болғандықтан, ол кісі 90-шы жылдар 3 дүркін чемпион болған бір себепкер ол кісі негізі. Сол кезде 30 жасында ойлаңызшы, сол клубқа басшы болып реттеп соның бәрін футболды біліп тұрған кісі ғой енді. Сондықтан ол кісі қолға алды ма, мен сездім супер Елімай болатынын, былайша айтқанда. Ол кісі әкім болып келгеннен кейін бірінші очередь комментар Семей пабликтерінде шықты, комментарлар кетті. О, супер Елімай, железный Елімай құрылады, неше тіпті комментарлар кетті. Елімай вернется, анама дошылар жазып. Мен сол кезде түсіндім, болды. Мен Самат Мақып келе, футболдың адамдары біздің Елімайға келе бастады, топтасқан кезде Самат Кабировичке үлкен рахмет. Ол кісінің Семейдің құрметті азамат деген лайыққа әбден лайықты, өйткені бірінші лиганың чемпион қылдырды, дұрысты бағытпен алып келді жалпы. Әлпештеп
бірінші бағытын алып келіп берді мә деп енді міне премьер лигаға Карповичқа тапсырды. Былайша айтқанда Карповичтен жерге қаратпайды деп ойлаймын мен. Төмен деңгейде ойнамаймыз біз. Былай тартса. Жоқ, әдемі ойнап жатыр осы кубокта тек қана енді мен Нұрғали Беркебұлымен капитанмен сөйлестім, өзімнің құрдасым ғой. Сол кезде айтты, команда енді қалыптасып келеді, бір-бірімізді енді түсініп келе жатырмыз. Алда енді Семейге шіркін-ай ауыстырып алсақ, мына жанкүйерлердің қолдауымен біз өз орнымызды табамыз деді. Ал енді жаңағы Еркебұл Нұрғалиев демекші, ол енді жарайды, өзін дәлелдеген адам ғой, қаншама жыл премьер лигада ойнады, сақа ойыншы да енді. Бірақ неге Семейдің өзінің жаңағы тәрбиеленушілері жоқ? Досжан Кенжеғұловты Алтайға жіберді. Басқа Нұрсұлтан Сәбетқазы ойынға көп шықпайтын, Нарби жарайды, бір жарақаты бар деген сияқты. Енді оны Нарбидің жарақаты, енді оны біріншіден Андрей Карповичтен сұрау керек, екіншіден менің өзім ойым, енді олар премьер лигаға тартпаған шығар. Енді олар ренжіп қалмасын. Енді премьер лигада ол жерде деңгейі ғой енді. Конкуренция страшно болып тұрған. Сен енді Франциядан келген Корнетпен кім ортада кім еді бізде? Сәбетқазы, Нұрсұлтан Сәбетқазы екеуіне келмейді ғой. Сәбетқазы жаттығып алып, неме алып қалды, травма алып қалды. Жарақатта жүр. Папасымен сөйлескен, оның туған бауыры Нұрсұлтан Сәбетқазы. Елімай жастарына контракт отырды тоже. Сонда бір отбасынан екі футболшы бар. Мен әкесіне айтқам, Азар сияқты. Баяда бір отбасынан екі академик шыққан, сол сияқты енді аман болсын ұлдарыңыз. Сол сияқты енді конкуренция болғаннан кейін заменада отырып қалады ғой. Андрей Карпович айтты, Бақытжан Маликті не үшін жібердіңіз? Ол контракт отырған ба ғой? Не үшін деп айтса, ол кісі айтты, ол наоборот Алтайға барып, басқа жерге барып, өзін кішкене ойнасын, практика жасасын, мына жерде отырып қалады. Bir жаңа заңдылық. Енді Суперболдан шыққан бала. Иә, жас жігіттер қазір шығарып жіберсең, барады да премьер лигада сен қазір бұрқ өткізеді ғой, ұтыласың ғой сен. Тағы жанкүйерлер айқай-шу басылатын бұл жақта. Кім? Димаш деген бала бар екен ғой. Европаны шулатып жүрген. Көрдім ғой оны. Ол негізі талантты бала екен. Семейдегі 37-ші мектеп гимназиясында оқиды. 8 оқимын деді ма сол кезде. Өте ана футболшы, жалпы футболшы болу үшін бар ғой, сен доп тебе бермеуің керексің. Сенің мінезің, сенің бір оған бір көзіңде отың ба, бір тұлғалық бір бейнең, бір елестетіп тұру керек негізі. Оның бәрі әсер етеді психологиялық тұрғыдан да. Сондықтан үлкен бір философиялық бір терең оймен қарасаң, Димашты мен тіл көзден сақтасын. Ол Димаштың ойлау қабілеті, оның жүгірісі, оның сөйлеу манерасының өзі бар ғой, бір кәсіби әлемдік деңгейдегі футболшыға келе ма? Оны тек қана қолдың әке-шесінің көмегімен ол ілгері басып келе жатыр, ол негізі сол жақта ойнап жатыр. Тағы да ойнап келеді, бір демалып келеді. Тағы енді қарайды академияға біраз шыңдалу керек пе, білмеймін енді, оны бір күшті жерге апару керек болып тұр. Негізі ары қарай шыңдау керек болып тұр. Бірақ енді сол Димашқа қараймын да, енді бірақ тек Димашқа қарамау керек. Жоқ, алдағы уақытта бұйырса енді біраз әлемдік деңгейдегі футболшы болатын сияқты, енді өзім сондай үміт күтемін. Біраз видеоларын көрдім. Бақтияр Зайнетдиновтың деңгейіне көтерілсе де біз Семей футболшының ойы рахат дүние ғой ол. Бешикташ Галатасарайда ойнап жүрсе, біздің Димаш Германияның Кёльн қаласында ойнайды ма? Иә, Кёльнде. Кёльнде сол командада ойнай берсе де жаман емес, ертең ұлттық құраманы төрге сүйресе де, иә. Соны бірақ Димаш сияқтылар қаптап жүр, негізі бар ғой. Қазақстан негізі әр түпкірінде бар ғой. Негізі бар, иә. Супербол жобасы негізі жақсы дүние. Үшінші маусым бастады айтпақшы жазды. Бізде Семейден 3-4 баланы алып кетіп дайындады ғой. Сол жігіттің біреуі, немеде Елімай жастарын ойнап жүр. Лейс деген ба? Демек жемісін беріп жатыр ол жоба, иә? Енді ол жобаны үлкен немемен қарау керек. Жалпы үлкен Қазақстан тұрғыдан жемісін білмеймін, жалпы Елімайда жүрген біреуді білемін де енді сол жігіт. Сосын Бақытжан Маликовты білемін деген сияқты. Ол бірден бермесе де Айдын Қожахметтер өздері түсіндіріп берді өткенде. Ол бұрқ етіп жемісін аздап беретін шығар кейінен. Оны ешқандай жасап жатқан дүниені жалпы өзің Қазақстанда болсын, елде жұртта осы жасап жатқан дүниені қолдау керек па деп ойлаймын. Аяқ тартқыламай көрсін, көреді енді. Қалай енді, мүмкін мамандар жүр ғой енді ол жерде де. Енді бірінші лигада болған кезде басты қарсылас Жеңіс болды енді ол жерде, Тұран мен Жеңіс. Масқара адам барды стадионда. Біздің стадионға, иә? Иә. Қонаққа да Елімайдың жанкүйерлері келді, көрдім. Біз міне Алматыда ойнадық өткенде, Астанамен көрдің ғой, Елімай деген дауыстан құлақ тұнады. Иә, Семейде ойнап жатқан сияқты атмосфера. Иә, Астана аренаға келсе де Елімай қаптап, автобус жігіттер барады. Индирай бермен өзіміз екеумізде кезінде бардық қой ұлттық құраманың ойындарына. Семейден Индирай саған бір машинаға бензин жасап достармен барасыз. Сол сияқты жігіттер де бар. Үрдіс әлі бар екен өткенде. Павлодардан ойнаған кезде де клуб автобус берген ғой, енді бір автобус берген, бірақ өздері жеке машинамен кетті, ағылды ғой.
Ол да көрдің бе, футболға деген махаббат бұл жерде. Футбольный город қой былайша айтқанда сен шыны керек ол. Ол тек қана бағытын көрсетіп, осы міне Ордабасымен ойын, бұйырса Ақтөбемен ойын тұр, міне Семейде ойындар, Қайратпен майда қойдым қателеспесем ойындар. Ол ойындар енді. Міне енді Алапат ойындар тұр. Осының бәріне жанкүйерлік етпегенде енді қайда барады? Сағынамыз, футбол деген өте керек. Сосын бір енді Елімайдың жанкүйерлерінде өте ерекшелігі енді Премьер-лигада өз стадионда қабылдайтын болса, қарамайды, ол Астана келіп жатыр ма, Реал Мадрид келіп жатыр ма, Атырау келіп жатыр ма, бәрібір сол жанкүйер барады. Сол 10 мың адам болмаса көбейетін шығар енді осы жолы бір 9 мың адам болатын шығар енді. Стадионды лық толтырсақ, сол 9 мыңға барады өзі. Стадионды лық толтырсақ, негізі сол төбесін жапсақ стадион. Елімай стадионда жастар құрамасында қабылдай беруге болады негізі. Бола ма? Иә, Қазақстан жастар құрамасы ойнаса керемет қой. Бұрын Ақтөбеде ойнады, енді анда табиғи алаңда. Анау енді жастар құрамасы негізі қайда ойнап жүр? Қазір Алматыда ойнады. Алматыда көбінесе. Енді басқа Таразда стадион күшті екен маған, мына Тараздың. Әдемі өткенде көрдіңіз ба кубок кезінде? Біраз ана Ордабасы. Премьер-лигаға Тараз лайықты команда негізі шыны керек. Стадионы бар, небір таланттар. Таразда сондай ғой енді, былай қарасаңыз. Футбол тек қана футболмен айналысады. Талантты балалар көп, бірақ енді бір қаржылай жағдай. Тараз демекші, Елімай мен Тараз 90-шы жылдары кәдімгідей ойбай ол кезде қарсылас болатын. Иә, аңыз ойындар. Литва екі жаққа да ортақ қой негізі шыны керек. Кім сияқты ғой? Реалда да Барселонада да ойнаған. Фигу ма? Иә, Фигу сияқты, иә. Мына жақтына жаңа ол кезде солай болды дейді ғой енді. Көз көргендер айтады. Барселонадан аяқ асты Реалға кетіп қап, содан ақша кетіп білмеймін. Масқараны лақтырған кезде Фигу Песеттер деген бір неме сатқын деген сияқты сондай бір. Кімге де солай айтқан екен ғой. Тараз ойнаған кезде жаңағы Литвенкоға да сондай болғандай. Солай айтқан екен, сондай. Фигумен көп байланыстырады, бір көзін көрген кісілер айтады. Тараз, Қызылордада да футбол, Қайсарда да қаншама халық бар ол. Енді былай ғой, қазір ел классикасы деп айтады ғой. Біреуі Ақтөбемен Тобылды айтады, біреуі жаңағы қазір түсініксіз болып тұр, сондай. Қайратпен Астананы айтады деген сияқты. Ақтөбемен Тобыл болды осы. Бұрындары 7, 8, 9, 10 жылдар ма. Сосын Қайратпен Астанаға ауысты. Ал енді қазір кім дейсіз? Өзіңіз қалай ойлайсыз? Жоқ, Елімайдың жанкүйерлері үшін бір принципті қарсылас болды ғой. Ол бірінші лигада ойнаған кезде жеңіс болды. Ол сөзсіз. Тұран болды сөзсіз. Ертіс болды. Ертіс болды ол кезде. Қазір енді Семей жұртшылығы үшін кім болады деп ойлайсыз алдағы уақытта? Бір принципті осыдан біз басқасынан жеңілсек те осыдан жеңілмеу керек. Осының жаңағы сырт алаңға барып жанкүйерлік етуіміз керек деп бір принциппен қарайтын команда бар ма негізі? Қиын бар ғой. Қиын ба? Өйткені енді өзіміз қалт мың өліп мың тірілген сияқты өз қалт құлт етіп енді құрылған кезде осы ешкімді принцип қылмай осы тыныш ойнай берейік деген сияқты. 1-2 жыл ма? Білмеймін, бәлкім кім енді жеңіс болуы мүмкін еді қайттан. Жеңіс болуы мүмкін айтпақшы. Андрей Карповичтер мен кімдер өздерінің достары ғой онда жүр. Қызылжар болуы мүмкін бізге соперник енді солтүстік жақ қой енді. Одан кейін табылады ғой да 1-2 жылдан кейін өзі іріктеле бастай ма? Иә. Ақтөбеге барып ойнаймыз. Мен шіркін айтса Елімайдың сырт алаңда Ақтөбемен ойнайды ғой. Сол стадионға осы клубтың басшылығын айтып бір барып жүріп. Жалпы футбол жанкүйер болғаннан кейін бірдеңе істегім келді. Блог түсіруді қолға алдым. Елімай фан. Айтпақшы, Семей футзал. Айтпақшы, футзалда қатарданып келе жатыр. Ой. Футзалдың темасы деген мүлдем бөлек енді ол. Ол иә. Оны да бар блогты түсірдім. Жақсы қаралым жетті. Қазақ тілінде, бастысы қазақ тілінде. Қазақ тілінде басталды, иә. Енді ол біз ештеңе олардан бір ештеңе ақша дәметіп отқан жоқпын, бүйте қой сөйте қой деп талап қойып отқан жоқ. Тек футболға деген таза махаббат. Барып түсіремін, тіл сөйлей аламыз, құдайға шүкір. Айтамыз, футболдың тілін түсінеміз. Сол нәтижесін береді шығар кейін енді. Жарайды, жанкүйерлер көріп нетсе, бастама ғой бұл шыны керек. Одан кейін де бір шама балалар түсіреді ғой деп ойлаймын енді. Жаңағы енді сөзіңізді жалғастырсақ, Ақтөбеге барып сонда Қобыланды батырдың атмосферасын сезіп, блог түсіргім келіп жүр. 10-ші сектордың атмосферасын сезіп. Ой, оларды көріп, былай, міне футбол осы екен ғой, қазақ футболының деңгейі осы екен ғой деп. Шымкентке де барып, ана қанша ине шаншар орын жоқ қой Шымкентке де. Соны барып көрсек, Алматының орталық стадионына барып жүрдім мен. Қайраттың матчтарына ағайыным сол жақта тұрады. Енді бірақ енді Ақтөбе дегеннен кейін бірақ салыстыра ол бөлек қой, қанша қалай айт, ол Ақтөбенің жанкүйерлері футбол қаласы деген Ақтөбе ол сөзсіз бірінші орында тұрады, оған талас жоқ. Елімай Семей қазақ футболының отаны, Ақтөбе қазақ футболының орталығы ма? Иә, солай айтса да болады негізі.
Өйткені Алматы алтын дейміз. Ақтөбеге қарап біраз фан секторлар шықты ғой Қазақстанда, мойындау керек, жаңағы кричалкасын өзі айғайлау бәрі Ақтөбемен байланыстырып жатады ғой көбісі. Алматының орталық стадионы шыңғыс менен балалық шағым 2003-тен бастап 2006, 7, 8-де ұлттық құрамам бүкілін сол жерде өткізді ғой. Алматының орталық стадионы кәдімгі қазақ футболының алтын діңгегі ғой негізі. Жүрегіме жылы тиет бар ғой, кәдімгідей ана сондай балалық шақ түсіп кетеді. Биыл енді ұлттық құрама ойнайды ғой, сол бір тарихты қайтадан жаңғыртып Астана Арена жабық, ұлттар лигасы, Сербияны ұттық, Бельгия ұлттар лигасы сол жерде болады. Бізге Астана Арена жағады негізі. Иә енді. Бірақ өкінішке орай Алматыда жинап бере салады ғой ұлттық құраманы. Семей Астанаға келдіңіз, көрдіңіз, ешқандай футбол жоқ. Хоккейден басқа. Футзалдың өзі анда-санда бір болады, және Астана Аренаның сыртынан кетіп барам, құрылыс жүріп жатыр екен, сырттарын алып салған екен. Иә. Астана Арена нағыз футбольный бір стадион ғой, көрген айызың ғана ғой. Сондай паласа жоқ, тікелей көресің, ойыншылардың дауысын естисің, доптың дауысын, айғай. Сондай футбол эмоция. Көрген футбол солай көру. Алыстан отырып, кішкене бір несерьезно дейді ғой. Стадион Семейде салынатын, жаңағы айтқан дорожка болмайды. Дорожка болмай ма? Иә, көрдім. Проекция блокта жүргенде кіріп түсіріп неттім ғой. Сол кезде Елімай арена деп тұр екен. Оренбург аренаға ұқсайды бір жерлер. Не үшін Ақтөбенің стадион атмосфераны көрінеді? Өйткені жанкүйерлер бір, екінші стадион дәл жаңағы ағылшын премьер лигасының сияқты салынған ғой, қолданылып жатыр. Әдемі, ешқандай жүгір жоқ. Міне отырасыз, жаныңызда 1 метр жерде жанкүйерлер отырады. Әдемі ғой, тамаша. Сол сияқты бізде стадион салады, жанына айландырып тұранды көрдіңіз, Түркістан аренаны. Иә, ол енді жағын ашып, үлкен анау резерв, олимпийский резерв. Жүгіріп жүргенде енді жалпы спортты ұлттық общий спорт түрінде қарап салады ғой енді бір жағынан. Жоқ, енді ол жеке паркте салсын мысалға. Паркте жүгіре берсін. Жоқ, Семейде жарайды, ана Спартакты түбегейлі бере салсын, жаңағы жүгіруге. Арена салса береді ғой. Енді біз футболды сүйгеннен кейін, футбол дегеннен кейін біз өзімізше пікірімізді осындай футболға ыңғайлаймыз ғой. Ал ана жақта қаншама спорттың түрі тұр. Ойнағысы келетін, жүгіргісі келетіндер. Ана Спартак тренировка жасап отқан кезде, мына кәдімгідей киініп алып арнайы Спартакты көресің ғой. Жүгіріп жүретіндер көп болады негізі. Жоқ, сол ыңғайсыз ғой. Команда жарайды, ол бұрын білінбеді. Бірінші лига, екінші лига жарайды. Қазір енді премьер лигада андай Елімай деген атағы бар команда жаттығып жүрген кезде жанында бір военныйлар келіп, жаңағы бір жүгіріп резерв тапсырып, тест тапсырады, басқалар деген сияқты. Неприятно ғой футболистерге деген. Сондықтан андай не салынса енді жоқ болғаннан кейін жүгіріп жүр ғой. Жоқ болғанда енді келесі болашақта келешекте салынатын стадиондар сондай. Иә, бұл ескерту жасап тұрсың ғой өзің. Ешқандай жүгіретін полоса жоқ, Ақтөбенікі өте ыңғайлы болса. Қандай тамаша футбол көруге өте ыңғайлы. Англияда деймін бе, мысалы ағылшын премьер лигасында ешқандай дорожка көрмей жатыр. Жоқ, ешкімде жоқ. Таза футболдың отаны деші. Иә. Мына жаңағы Бундеслигаларда да ондай емес. Жоқ, ондай салғызбайды мүлдем. Иә. Уэмблиді да негізі басында солай салған ғой, олимпийский. Бірақ ана жерде қарсы болған, ол біз сияқты отыра бермеді ғой, біреу жүгіреді деп. Ол жақта футболмен тыныстайды, сондықтан бәрі қарсы болғанда Уэмблиді алғанда жаңағы көгін салып тастаған ғой, таза. Уэмблида бірде-бір секция жоқ. Андай бізде бар ғой, мысалы Астана Арена ішінде күрес бар, бокс бар, бүйтіп бар корпустарында. Ал ана Уэмбли таза футбол, грамм кіргізбейді екен да. Ол деңгейге де көтерілеміз. Егемендік алғанымызға да 30 жылдан енді ғана. Ол біраз бізде әлеуметтік мәселе қаншама басқа да проблемалар тұрған кезде біз енді футболдың деңгейіне содан кейін көтерілеміз ғой, шын былайша айтқанда. Сосын мынандай бір сөз бар. Мен негізі АПЛ-ді, мүйізі қарағайдай АПЛ бар, анау Бундеслига, Ла Лига деп атасыңдар ғой, мен оларды кішкене көрмеуге жай шолып қана нетіп, Чемпиондар Лигасының матчтарын ғана көріп, менің жігерімді, бүкіл назарымды мен КПЛ-ға салам бар ғой. Тамаша. Сол ұнайды кәдімгідей. КПЛ-да командаларды мен кішкене жастау кезімде бүкіл составты, бүкіл команданың тарихын бәрін реттеп отыратын. Жетісу, мысалы, Жетісу Талдықорғаннан команданың кезінде Еврокубокқа дейін барған команда ретінде қарап, мысалы, Павлодарға Ертіс болсын, Қызылжар, Тобыл бәрін жақсы көретін бүкіл команда. КПЛ деген өзім көз алдымда тұрғаннан кейін ба, ал телевизор қосқалатта достарым айтады, не адам бар ма деп, кіммен кім ойнап жатыр деп, футбол ма тоша деген сияқты. Жоқ, маған бірақ енді ол үшін ауыру керек қой, футбол ауыру керек. Ауыру керек. Ауырған кез болды, иә. Айтпесе енді
бірақ мен өзім ауырмын ба десем бар ғой, менен де страшно ауырады. Балаларды көріп бар ғой. Иә. Бә деді ғой. Жоқ, жақсы ондай жанкүйер болған дейтін. Қазақ футболына, иә. Бет айдаладағы бір. Мен мысалы үлкен бір атақты адамдармен одақ қатысып сөйлескенше мен бір футболшылармен әңгімелескім келеді. Футболшылар қызық, раздевалкадағы өмірі қызық, олардың бар ғой. Мен арасында кіркетемін елмеға. Негізі шығарып жүрді. Әңгімелесіп неткеннен кейін футболшылардың тренировка, мен каждый Спартакқа өзің де барсың, каждый тренировкасына барып қызық көріп, алардың ойнағанын көріп, доптынан шықырлатқандары, олардың бір-бірімен қалжыңдасқандары бізге қызық болып көреді. Иә, бір кішкене элементтерінен бір кайф аласың, миыңа андай бір тік доптың несі келіп жатады ғой, бір-біріне пас беру. Футболға деген махаббат сондай бір. Сосын бүйтіп бір арнаға тоғысып фолияда су шашып тұрады, соның бәрі, иә, кәдімгідей миыңа кәдімгідей. Зениттің, иә, скрытый камера, зенит деп жазсаң, ютубта шығады. Соны қосып қоямын да, мен жұмыста болсын, босай қалсам соны көреді. Жоқ, көрерменге влогта да енді өзіңде влог түсіруші ескерсең кейін қандай бізде енді қателігіміз ғой, енді тұрып аламыз да болып жатқан ойынды оны Казспорт көрсетіп тастаған, сол ойында міне бүйтіп шықты деп. Қызық емес та, ол жаңағы раздевалка болмаса да жаңағы жанкүйерлермен сөйлесіп, футболшылар шығып келе жатқан қызық. Мысалы мен Ала допта қаншама видео салдым, стадионнан саласың ешкім көрмейді. Ал енді Астана аренада жаңағы миксонаға барып алып, футболшылар құр ол жерде ештеңе жоқ. Футболшылардың сумка асып бір-бірімен әңгімелесіп шығып келе жатқаны сол жанкүйерлерге қызық та, сол мысалға. Тамасов пен Абзалдың бірге шығып келе жатқан қызық. Футболшының бір күндегі өмірі деп мысалы жоба алып жасай болады. Соны негізі Елімайға енгізсе болады. Отбасымен таныстыр. Футболшы не істейді? Тренировкадан кейін не істейді? Зенитте мен нені көремін? Үйде не істейді футболшы? Кітап оқи ма? Қызық қой, иә? Зенитте жаңағы номер бірдеңке дейтін бағдарлама бар, жаңағы гостиницадан барып көрсетіп ше, мысалы қызық қой, ол да Елімайдың ертең футболшыларын түсіріп жатсаңыз, мысалға гостиницасына барып немен PlayStation ойнай ма, немен істейді, кітап оқи ма, сол қызық. Мен жеке басым маған қызық, мысалы. Жанкүйерлерге сол. Негізінен соны кейін қолға алсаңыз, аманшылық болса енді Премьер-лигаға шықтыңыздар, ертең қаншама топ ойындар бар. Жаңа өзіңіз айтқандай енді клуб басшылығы аппарат деген ойдамыз сізді. Жалғыз Ақтөбеге ғана емес, мысалы әдемі ғой, Қайратқа барыңыз, басқа Астанаға да жаңағы барыңыз. Жетпей жүр, әйтпесе өзім ақ барамын ғой. Енді сол бәрібір спонсор керек қой, ол қанша дегенмен. Андамды. Иә, ол демеушісіз болмайды. Сол сияқты енді бала шаға болғаннан кейін. Иә, сәттілік тілейміз. Сондай бір әдемі влогтар шығады деген ойдамыз. Басқа бір айтылмаған ойыңыз қалмады? Мен семейден келген екен, бір осы тақырыпты қозғап кетейін деген бір сүбелі ойларыңыз болса. Енді командаға бірінші сәттілік тілеймін. Біз енді құрдымға кетпей, осы бағыттан таймай, шынымен де футболға үлкен дүмпу болса екен, бізде жанкүйер жоқ емес табылады. Өздерінде осындай футболға қатысты дүниелерді дамыта беріңдер. Мен де ар жақтан блогымды шамам келгенше дарықтаймын. Енді қолымдағы iPhone телефонын мен шамам келгенше түсіріп жүрмін. Әйтпесе 15-пен или экшн камерамен одан сайын етуге болады. Кейін көре жатармыз ол мәселе. Сондықтан жанкүйерлерге де сәттілік болсын, бірлікте болайық, тату болайық, жақсы сөз жарымыз істейді, жақсы сөз жазып қойыңыздар. Әр қазақтың әр клубы біз үшін қымбат. Ана Еврокубокте ойнаймыз ғой. Еврокубокте біз бөлінбейміз ғой, ана облыс мұныз. Бір жанкүйер, ұлттық құрам ойнаған. Мен Ақтөбе әбден лайықты Европа лигасының конференция кубогының группасынан шықса да, немесе Европа лигасының топтық кезеңіне шықса да, лайықты команда. Жанкүйерден бастап. Әдемі ғой, 3 командамыз бірдей өтсе, 3 команда жүрсе дейді. Қазақ футболы тағы бір деңгейге көтерілген ғой. Астана ол тарихта қалатын клуб ретінде санайым. Чемпиондар лигасында қаншама шулатты, шыны керек. Біз бала кезде армандайтынбыз, бізде неге команда жоқ. Шығарып берді. Бала кездегі көктегі арманымызды жерден тауып беріп кезінде Астана шыны керек шықты. Оны да біз жоққа шығаруға болмайды. Қайратта лайық деді. Ай шіркін ай, Бордоны жеңіп кетсе ғой. Сондай жүректе тұрады ғой. Бордоны жеңіп кетсе Европа лигасының топтық кезеңінде тұр ек деген сияқты. Елімайда кезінде енді Әлайынмен ойнады ма, Әлайқли ма? Иә, Дубайдың командасынан ғой. Шығайын деп тұрған демде. Сондай нюанстар көп қой. Сондықтан рахмет, шақырып барып. Енді біз жаңа өзіңіз айтып жатқандай, біздікі де сол жұмысымыз. Көрермен аз болса да, зато
кәдімгідей беріліп көретін, бізді футбол көретін. түсінетіндер Иә, айналасында 500 адам болсын, ол миллион адам болсын, бізге бәрібір 2 адам болсын бізді көретін. Главное, бізді көріп, ертең стадионға барып қолдау білдірсе, ол біз үшін үлкен жетістік. Біздің енді мойындау керек, ана басқа лига сияқты Ресеймен салыстырады біздің спорт журналистикасын. Олар деген алда кетіп қалған. Москваның өзінде 10 бәленбай миллион адам тұрады. Ол жерден бару заңдылық, көру заңдылық. Сондықтан да құрметті көрермендер, біздің футбол енді дамып келе жатыр. Ұлттық құрамымыз бір шарықтау шегіне енді жетті. Сондықтан да біздің мінекей Елімай сияқты командалар қосылды. Сондықтан біздің футболымыз осылай ақырын. Сенің көзқарасыңды айтшы, мен бір сұрақ қояйыншы саған. Иә. Мысалы, 3 жыл таза легионердің бәрін алып тастап, инфрақұрылымы тарс нетіп алсақ, ол кімге бөгет болады екен, негізі деймін да? Бөгет болғанда ол бай ғой. 5 қалаға 5 стадион салайықшы қанша? Келмей ме? Келмейді, оны бай қарастырды ғой. Оны да қарастырып көрде ол мамандар. Әділет Назарбаев ол дейтін. Футбол шағатын адам ғой. Айтқан ғой осылай. Жан-жақ бұл көбісі ойлайды ғой, мынау легионерлерді неге кіргізіп клубтар қаңып кетті да, март-апрель қаңып кеттік та. Өйткені не тамайды жаңағы футбол көре алмай қалды. Бұл Әділет Назарбаев отырып бір үйінде жатып, "Оқ, біз легионерді кіргіземіз" деген сөз. Иә, ол мамандармен ақылдасқан. Не үшін беріп жатыр? Соны біз кішкене түбегейлі ойлау керек те. Қазір жамандайтындар көп қой. Ой, біздің далада қалып. Жамандаудан аулақпын мен. Жоқ, далада қалып жатқан ешкім жоқ. Жаңағы айтып отырған сұрағыңыз, өйтіп біз алсақ біз Қырғызстан деңгейіне түсіп қаламыз. Қырғызстанда көп легионер алмады. Өз балаларымен ойнайды. Мен айтпақшы Қырғызстан лигасын көремін. Қалдырмай көремін қазір. Ютубтан беріп жатыр трансляция қырғыз футбол деген. Таки деген Қырғызстаннан келді ма бізде? Елімайдың бұрынғы. Мацунага, Қырғызстан ойнаған. Әдемі ойнады, иә, сондайға алып тастады. Ол Майкоммен конкуренция болды ғой, Майком бразилиялық легионер ғой. Жас жігіт қой. Жаңағы айта кетейін, сондай деңгейге түсіп қаламыз да, біз әрең дегенде көтерген деңгейді 2 жылдың өзі көп. Ертең ондай деңгейге көтеру үшін ертең не істейміз? Стадионымыз бар, командамыз жоқ болып қалады, ертең деңгейіміз жоқ болып қалады. Сондықтан да бәрі ақырындап орнына келетін шығар енді. Иә, тағы бір айта кететін, осы Карпович енді осы істі до конца дейді ғой. Соңына дейін аяқтаса екен деген. Ертең орта жолдан Карпович кетсін деп алып тастаса. Мен таң қаламын. Бірінші турдан кейін жеңіліп. Клуб шашылмаса екен. Бір тур тең ойнап, тобылдан жеңіліп қалса, Фьюзург деп енді болды. Ерте ғой, әлі ол 15-ші 13-ші турға барғанда кейде ойын жүрмей қалады, содан кейін айтады ғой. Жанкүйерлер көзқарасы. Ол жерде бапкерге де байланысты, ойыншыларға да байланысты. Бәріне енді басымдылық бапкерге түседі ғой бәрібір. Сонда енді шебер бапкер ғой негізі. Осылай көрдіңіз бе, біз дамытамыз да, жанкүйерлердің ақырындап, жанкүйерлердің футбол көру мәдениетін және футбол сезіну мәдениетін дамытсақ, ондай сөздер болмайды да, барлығы сезінеді. Сондықтан да сіз болып, біз болып үлес қосып жатырмыз деп айтқым келеді. Рахмет, келген үшін рахмет. Осылай қазақ футболының отаны семейден осылай жаңалықтарды айтып, біраз оймен бөлісіп, жаңағы стадион деген эксклюзив сізден естіп отырмын, жаңағы қонақ үй салынады. Өте керемет жаңалық. Уақыт төресі. Жалпы, иә. Бізде енді алдағы уақытта енді осындай Рауан сияқты, Рафа сияқты жаңағы жанкүйерлерді шақырып, Тараздан болсын, басқа да қалалардан шақырып, сұхбат әңгіме құратын боламыз. Арасында бір футбол комментаторлардың ойын ести бергеннен гөрі осындай жаңағы тыныс тіршілігін білетін, ішкі кухнясын білетін жанкүйерлерді әкеп біз сұхбат құрған жөн көрдік. Рахмет Рауан келгеніңізге. Құрметті көрермендер, дәл осы шығарылымның астында сілтеме бар. Сол сілтеме арқылы өтіп, Шыңғыс промокодын терсеңіздер, сіздерге 5000 теңге тегін бонус беріледі. Сол бонус арқылы ары қарай жүлдеге ие болсаңыздар болады. Рахмет. Біз аяқтаймыз. Жақсы, сау болыңыздар. Міне 5000. Рахмет. Европаға шығыңыздар, тілектесіп. Бұйырса, әумин.